Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бұл Кентау қаласындағы Құралбай көшесі. Биыл үлкен күрделі жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ол өте дұрыс деп есептеймін. Себебі мына жерде бізде арық болмайтын. Күзде, қыста жаңбыр, қардан кейін мына жер деген суға толып, машинада жүре алмай, жаяу жүргіншілер де жүре алмай, әрең қиналып жүретінбіз. Мінекей биыл үлкен жөндеу жұмыстары жүргізіліп, мінекей жаңбырдың суы, қардың суы ағып кететіндей қылып, мынау арық істеліп жатыр екен. Өте дұрыс. Енді біздің бір өтініш бар, енді бұл бізде бұл енді жөндеу жұмысы қысқа дейін, қараша, желтоқсан айына дейін созылып кетпей, осыны ертерек аяқтаса, осы күннің қолайлы жағдайын пайдаланып, мердігерлер, біздің ЖКХ Кентау қаласын осыны қолға алса екен. Әрине біздің қаланың әкімі Рашид Аюповқа рахмет. Мінекей осы көшені қолға алып жүзеге асырып жатыр екен. Жалпы Рашид Абатұлы өте іскер жігіт, іскер азамат. Қала әкімі болып келгеннен бері көп жобалар, идеялар ұсынып жүр. Қаламызды қалай дамытсақ екен, осыны қаланы жөндесем екен деп Рашид Абатұлы. Құдай қаласа жұмысыңызға сәттілік. Аюпов Рашид мырза, құдай қаласа бізде қала тұрғындары сіздің осы идеяларыңызды, жобаларыңызды қолдаймыз. Ойлаймын, Өмірзақ Естайұлы дұрыс таңдау жасаған. Сізді біздің қаламызға жіберіп, осы қаламыздың кереметтей осы көшені жөндеп берсеңіздер, құдай қаласа енді. Әрине бастағаннан кейін аяғына дейін жеткізіңіздер. Жаңағы тағы қайталап айтамын. Қараша, желтоқсан айына дейін созылып кетпей, бұл жол жөндеу жұмысы соны ертерек күн жылыда аяқтасаңыздар. Осыны ЖКХ, осы қала әкімінің өзі, орынбасарлар осыны қадағаласа тез аяқталуын. Қаржысын уақытылы аударыңыздар. Бізде кейде мердігерлер ЖКХ аяқтай алмай қалады, себебі кейде ақша түспей жатады уақытылы. Сондықтан биыл жаңа Қазақстанда осыны аяқтап тастайды деген үміттемін. Жақсы, сау болыңыздар.